Достар, мына ойын барған сайын қызық болып бара жатыр. Әуелгіде біз қазақтар мен жоңғарлардың арасында байланыс орнатып, ол байланыс тіпті біз жоңғар мен қазақтың бірлескен әскери одағы және қыз алысып қыз беріскен құдандалық байланыстарға дейін орнаттық жоңғарлармен. Және қазақ пен жоңғар әскері бірігіп Ресейдің агрессиясын тоқтату үшін, отарлауын тоқтату үшін бірігіп шайқасты. Нәтижесінде біз жоңғарларға мынадай үлкен аймақты сыйға тарттық, яғни Ресейден жаулап алған территорияны жоңғарға сыйға бердік. Міне, мына аймақтарды жоңғарға сыйға бердік. Алайда жоңғарлар кейін күшейді де қазақпен одақтан бас тартты. Бұның көптеген себептері бар. Біріншіден, жоңғар батыстағы португалдармен, Португалия мемлекетіне, яғни Криштиану Роналдудың ата-бабаларымен міне әскери одақ құрып үлгерді. Сонымен қатар жоңғарлар жақсы дамып, енді Қытайдағы иеліктерін қалыптастыра бастады. Міне, Қытайдың мысалы Шун деген елі жоңғарға салық төлеуші елге айналды. Сонымен қатар бұл жалғыз ел емес. Жоңғарларға салық төлеп отырған Шун елі бар. Халха елі, міне мына Халха елі салық төлеп отыр. Сонымен қатар Хушуттар, міне Тибет жақтағы Хушуттар, бұлар да салық төлеп отыр. Және Гуге дейтін ел, міне Гималай жақтағы Гуге. Ал жоңғарлар осындай үлкен аймақтарға ие болғаннан кейін, сонымен қатар билікке кім келді десеңіздерші, жоңғар билігіне Қарахұла хан, Қарахұла Қоңтайшы келді. Бұл кім? Тарихта Қарахұла атақты жоңғар мемлекетінің негізін қалаушы Батыр Қоңтайшының әкесі болып саналады. Біздің Есім ханмен талай рет арпалысқан, шайқасқан билеуші. Бұл ойында уже тарихқа негізделіп тұрған осыдан да байқауға болады. Қарахұла билік басына келіп еді, мына қараңдар, қазақтар мен жоңғарлардың байланысы, әскери одақ байланысы үзілді. Сонымен қатар жоңғарлар енді билігіне келгеннен кейін, мына қазір Қарахұланың тұсында мына жоңғар мемлекеті қазақтардың Қашқар, Қошқар, Шу, Арғын, Нарым, Тобықты, Қоқан, Үскент, Жетісу, Чаржоу және басқа 5 аймағын өзіне қайтарып алғысы келіп отыр. Көрдіңіздер ма? Міне, Джунгарский мнение бұлардың ойлап отқан мақсаты, көздеп отырғаны. Осылайша қаншама жылдар бойы қазақ пен жоңғар бірігіп Ресейге қарсы шайқасып еді бұл ойында. Енді келіп жоңғарлар қазақтармен әскери одақтастықтан бас тартты. Біз не істейміз, оны ойлану керек.